болса, бізді қоршаған орта сабақтың басынан мақсатты оқушыларға қоршаған ортаны аялау керектігін түсіндіру. Робототехника маман. Робототехника маман болу керек, иә? Кәдімгі арман орындау. Бізде маркетолог болу керек. Маркетолог, например. Немесе антикор мамандығын таңдайтын таңдасам екен шіркін. Мамандығын таңдап береді. ескертіп және тәлім бере отырып залалды болдырмауға тырысылды. Қоршаған ортаны қорғай отырып олар сондай-ақ өздерін де қорғайды. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі әрекеттерге қолдау көрсету үшін әртүрлі топтармен табиғат өте лас болып жатыр. Осы біздің 5-6 ұрпақта кейін бұл жер жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан біз әркімде әр адамның басында бір машинадан болса, біздің айналамыз тез ластанып кетеді. Және айналамыз тез ластанып кетсе, біздің ұрпақтарымызға ештеңе қалмай қалады. Сондықтан бұны кәдімгі машиналарды қолдануды азайтып және велосипед қолдануды бастау керек. Әйтпесе бұл жер тез ластанып, тез жойылып кетуі мүмкін. Жердің бетіндегі тіршілікте және өзімізде жоқ. Айдол, сен жақсы керемет. Айдол, сен не деп қалай ойлайсың? Бұл жерде видеороликте бізде табиғаттың ластанғанын және ауаның ластанғанын көліктер ғана велосипед қолдануды ұсынған, бірақ мен оған қатты келісе бермеймін. Себебі қазір ол көліктің сөйлемнің барлық мүшесі де сөйлемнің бірыңғай мүшелері бола алады. Жақсы, осы жерден адамға дос, жолдас, бауыр. Баяндауыш, дос, баяндауыш. Екі сызықтың тұрып өткені ғана не сияқты ғой, ол жерде. Баяндауыш түсінген кейін дос, жолдас, бауыр деген барлық бір сияқты жоқ деген ол бірыңғай мүше болады. Одан кейін мысалы үшінші сөйлемде сен сонда жалпылауыш сөздер болады. Ондай қызметте есімдіктер сондай-ақ сан есімдер де атқарады. Мысалға, арқаға аяқ салып түскен барып, екі оттың орыс Қытай арасына. Осы. Білмеймін сол.